Келесі 579 есебіміз. Шебер жұмысты 3 сағат орындайды. Шебер 3 сағат орындайды. Ол шәкіртінің осы жұмысқа жіберетін уақытының 2/1 құрайды дейді. Сонда шәкірті одан қарағанда 2 есе жұмыс жасайды екен, е? Шәкірті сонда 3-ті бөлеміз 2/1-ге. Сонда 3 көбейтілген 2 нәтижесі 6-ға тең екен. Яғни шәкірті 6 сағат уақыт жұмсайды екен. Енді олардың әрқайсысы 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды дейді. Шебер 1 сағатта жұмыстың 3/1 бөлігін орындайды. 1 сағатта. Ал шәкірті 6/1 бөлігін орындайды. 1 сағатта. Ал олар барлық жұмысты бірігіп жасайтын болса, қанша уақытта орындайды дейді. 1 сағатта шебер 3/1 бөлігін орындайды, шәкірті 6/1 бөлігін орындайды. Қосайық, ортақ бөлім бізде 6 санынан болады. 2 бөлшектің бөлімі 6, алымы 3-ге тең болады. Қысқартып жіберетін болсақ, 2/1-ге тең болады. Яғни 1 сағатта екеуі бірігіп 2/1 бөлігін орындайды екен. 1 сағатта 1-ге. Енді бірігіп жұмысты қанша уақытта орындайтын білу үшін бастапқы 1 санымызға бөлеміз 2/1. Сонда 1-ге олар 2 сағатта жалпы жұмысты орындап бітіреді екен. Келесі 580 есебіміз. Сұрақ құрастырып есепті шығарыңыздар дейді. Жолды жөндеуге қуаттылығы 1/2 көлік шықты. Бірінші көлік жұмысты 36 күнде. Сонда бірінші көлігіміз 36 күнде. Ал екінші көлігіміз 45 күнде орындайды. Сұрақ қояйық, яғни екеуі бірге неше күнде бітіреді деп. Бірге қанша күн жұмсайды. Сонда бір күнде бірінші машинамыз жұмыстың 36/1 бөлігін орындайды. Ал екінші машинамыз бір күнде 45/1 бөлігін орындайды. Яғни екеуін қосайық. Ортақ бөлім бізде 180 санынан болады. 4-тен береміз, 5-тен береміз. Сонда қосындысы 4 пен 5-тің қосындысы бізде 9-ға тең болады. Бөлшектің бөлімі 180-ге тең болады. Қысқартайық, 9 санына 20-дан 1-ге тең болады. Яғни екеуі бірге бір күнде жұмыстың 20-дан 1 бөлігін орындайды екен. Енді нақты қанша күнде барлық жұмысты бітіретін білу үшін бастапқы жұмысты 1 деп белгіледік, соған бөлеміз. Сонда 1 бөлінген 20-дан 1. Сонда 1 көбейтілген 20 нәтижесі 20-ға тең екен. Яғни екеуі бірігіп 20 күнде бітіреді. Жауабы 20 күн болады екен. Келесі 581 есебіміз. Бір пункттен екінші пунктке дейін жолды жүк машинасы 9 сағатта. Яғни жүк машинасы 9 сағатта жұмсайды. Ал жеңіл машина 6 сағатта жүріп өтеді. Олар бір мезгілде қарама-қарсы бағытта қозғалса, қанша уақыттан кейін кездеседі деді. Бізде арақашықтық 1-де, ал сол жолды жүк машинасы 1 сағатта 9-дан 1 бөлігін жүреді.
Ал жеңіл машинасы 1 сағатта 6-тан 1 бөлігін жүріп өтеді. Енді екеуі бірге деп тұр ғой, сондықтан да қосамыз. Ортақ бөлім бізде 18 санынан береміз, 2 болады, 3 болады. Бөлшектің бөлімінде 18, 2 қосылған 3, 5-ке тең болады екен. Енді бұл екеуі бірге 1 сағатта 18-ден 5 бөлігін жүріп өтеді екен жолдың. Енді бастапқы жолды біз 1 деп белгіледік, соған бөлейік 18-ден 5-ті. Сонда 1 көбейтілген 5 бөлшектің бөліміне түседі де 18 алынна шығады. Яғни 18 бөлінген 5-ке тең болады. Аралас санға айналдыратын болсақ, 3 сағат 5-тен 3 бөлігі болып тұр ғой. Сонда екеуі бірге, екеуі 3,5-тен 3 сағатта кездеседі екен. Келесі 582-ші есебіміз. 2 автомат 3 минутта 567 құтыны жабады. Және бірінші автомат екіншіге қарағанда 9 құты артық жабады дейді. Бірінші және екінші автоматты белгілеп алайық. Екінші автомат 3 минутта X құты жабады. Ал бірінші автомат оған қарағанда 9 құты артық жабады екен. Сонда X қосылған 9 деп белгілейміз. Екеуі бірігіп 3 минутта 567 құты жабады екен. Енді 3 минутта әрқайсысы қанша құтыдан жабатын білу үшін X қосылған 9-ды теңестіреміз 567-ге. Осы жерден X тауып алайық. Сонда 2X тең болады 567 азайтылған 9. Сонда 2X нәтижесі тең болады 558-ге. X тауып 558 бөлінген 2, сонда 279-ға тең. Бұл бізде екінші автоматтың 3 минутта жасайтын құты саны. Екінші автомат. Ал бірінші автоматтың 3 минутта неше құтыны бітіретін білу үшін X-тің орнына апарып қоям. Сонда 279 қосылған 9 нәтижесі тең болады бізде 288-ге. Бұл бізде бірінші автоматтың 3 минутта жасайтын құты саны. Енді сұрақтарға жауап берейік. Біріншісі сұрақта 1 минутта әр автомат неше құты жабады дейді. Бізде бірінші автоматымыз 3 минутта 288 құты жабатын болса, 1 минутта қанша жабатын білу үшін 288-ді бөлеміз 3-ке. Сонда нәтижесі тең болады 96-ға. Яғни 96 құтыны 1 минутта жабады екен. Ал екінші автоматымыз 279 құтыны жабатын болды. Оны 3-ке бөлетін болса, нәтижесі тең болады 93-ке. Сонда 1 минутта 93 құтыны жабады екен. Енді екінші сұрақта осындай өнімділікпен жұмыс атқара отырып, екі автомат 3780 құтыны қанша минутта жабады деді. Сонда 96 құтыны жабады бірінші автоматымыз, екінші 93 құтыны жабатын болса, екеуін қосып алайық. Сонда 189 болады. Бізде 3780 құтыны 189-ға бөлетін болсақ, 20 шығады. Яғни 20 минутта екеуі бірігіп 3780 құты жабады екен. Келесі 583-ші есебіміз. Катер тынық сумен жүзе отырып бір кемежайдан екінші кемежайға дейін 18 минут. Катер
18 минут. Ал қайық 36 минут жұмсайды екен. Егер олар бір мезгілде қарама-қарсы бағытта жүрсе, қанша минуттан кейін кездеседі? Яғни екеуінің арасында арақашықтық бізде бірдей. Және арақашықтықты бізде бірдей белгілеп алатын болсақ, катер 1 минутта 18-ден 1 бөлігін жүреді екен. Ал қайық 36-тан 1 бөлігін 1 минутта жүреді. Енді екеуін қосайық. 18-ден 1 қосылған 36-тан 1 ортақ бөлім 36 санының өзі болады. 2-ден береміз. Бөлшектің бөлімінде 36, 2 қосылған 3, 3 кетен болады. 3 санына қысқартатын болсақ, 12-ден 1-ге тең болады. Яғни 1 минутта ол екеуі бірге 12-ден 1 бөлігін жүріп өтеді. Енді нақты бастапқыда жолды біз 1 деп белгіледік. Оған бөлейік 12-ден 1. Сонда 1 көбейтілген 12 нәтижесі 12-ке тең. Екеуі бірігіп, сонда 12 минуттан кейін кездеседі екен.